Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Донецкий ауылын бейсенбі күні сағат түскі 1:30 шамасында кенеттен жайылған қардың суы басты. Ауыл тұрғындарының айтуынша қара су жарты сағат ішінде жайылып үлгерген. Су деңгейі 1,5 метрге дейін көтеріліп кеткен. Бірнеше отбасының малы қырылып, дүние мүлкі бүлінген. Пошло за 20 минут и все. 20 минут ішінде су шайып кетті. Тіпті үйден ештеңе шығарып үлгермедік. 7 қой 4 шошқа суда қалып қойды. Үйде де су тұр. Барлық дүние мүлкіміз суда қалқып жүр. Тұрғындар көтерген қардың суы келісімен малдарын қауіпсіз жерге көшіре бастаған. Кейбірі балаларын қауіпсіз жердегі туыстарының үйіне апарып, маңызды құжаттарын жинап қойған. Донецкий халқының сөзінше, соңғы рет мұндай жағдай 30 жыл бұрын болған. Муж мой без сапог, без ничего. Күйеуім резеңке етіксіз, арнайы киімсіз, мұздай суда жүріп, малымызды қауіпсіз жерге шығарды. Түнгі 3-ке дейін мал мүлкімізді алып шықтық, ұйқы да жоқ. Жарты сағат ішінде ауылдағы 55 үйді су басып қалған. Ауыл тұрғындары мекен жайларын тастап, туыстарының үйлерін паналауға мәжбүр. Жергілікті билік Донецкий ауылы су басу қаупі төнген аймаққа жатпайтын дейді. Ауыл ішіндегі суды көл жаққа ағызу үшін тас жол бұзылып, бөгет қазылды. Кешеден бері толастамай келіп жатқан судың деңгейі 1 метрге дейін төмендеген. Дополнительно проводим эвакуацию животных. Қазір малды әлі де қауіпсіз аймаққа көшірумен айналысып жатырмыз. Кешеден бері 130 қара мал, 130 ұсақ малды көшірдік. Ал тұрғындарды ауылдың екінші бетіндегі мектепке көшірдік. Ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отырмыз. Төтенше жағдай қызметкерлері егін алқаптарынан келген қар суының деңгейі әлі де көтеріліп жатқанын, сол себепті қауіп-қатердің тарамағанын айтады. Выезжали, осматривали местность. Ауыл маңын түгелдей қарап шықтық. Үлкен су әлі де ауылға қайта келуі мүмкін. Әлі де тұрғын үйлерді су басу қаупі бар. Төтенше жағдай жарияланған ауыл билігі су деңгейін азайту үшін бөгет қазып, Тайынша Чкалова тасжолы уақытша жабылды.